Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен галогендердің екінші бөлімін бастаймыз. Бұл сабақта, яғни физикалық, химиялық, олардың табиғатта таралуы және галогендердің қолдану туралы білетін боласыздар. Алдыңғы сабақта галогендер қай топта орналасатынын білдіңіздер, яғни олар периодтық жүйеде, жаңа периодтық жүйеде 17-ші топтың элементтері. Жалпы галогендердің енді физикалық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, фтор, хлор олар газ күйінде болады, бром сұйық күйінде, йод кристалл күйінде болады. Мына жерде суретте көрсеңіздер, міне фтор сарғыш газ, хлор жасыл сарғыш, бром мына жерде қоңыр түсті сұйықтық, йод және ол күлгін түсті кристалл. Енді мына жерде кесте бойынша олардың түсі, агрегаттық күйі, иісі және қайнау температурасы көрсетіліп тұр. Яғни олардың топ бойынша жоғарыдан төмен қарай қайнау температурасы артады. Олардың төртеуінде де иісі өткір келеді. Және олардың алғашқы екеуі газ күйінде, содан кейін сұйық, йод болса қатты күйінде болады. Галогендердің физикалық қасиетінің әртүрлі, олардың түстерінің әртүрлі болуы, олардың электрондық орбиталдардың энергия деңгейлеріне байланысты және балқу қайнау температурасы топ бойынша артады. Иістерінің өткір және улы болуы, олардың реактивтілігін көрсетеді, ал тығыздығы да топ бойынша өседі. Галогендердің енді табиғатта таралуына келетін болса, табиғатта галогендер тұз күйінде кездеспейді, себебі олар өте реактивті. Негізінен фтор апатитінің құрамында, хлор теңіз суында, тұз кендерінде, бром минералды суларда, йод балдырларда, мұхит суында кездеседі. Ең бірінші осы йодтар қалай алынады? Олар негізі галогениттерді ең бірінші толықтырып алады. Яғни фтор мен хлордың стандарт электродтық потенциалдары жоғары, плюс 2,87, фтордікі, ал хлордікі болса плюс 1,36 вольт. Олар тек күшті оксиданттармен тотықтыруға арқылы алуға болады. Фторды алу үшін тек электролиттік тотықтыру әдісі ғана қолданылады. Оны ең бірінші, яғни осындай реакция арқылы тотықтырып алады, яғни электролит тотықтыру жерде реакциясы беріліп тұр. Хлор көбінесе натрий хлоридін сулы ерітіндісі арнайы электролиттерді электролиздеу арқылы алынады. Яғни келесіндей жартылай реакциялары көрсетіп тұр. Анодта және катодта жүретін. Бұл натрий хлор болғандықтан катодта суы арқылы алынады, ал анодта осындай хлор түзіледі. Күшті негіз жалпы алюминийға дейін тұрған белсенділік қатардағы элементтер, олар осындай электролиз реакциясында олар су бөлінеді, катодта. Енді бромды йодты алу үшін олар химиялық тотықтыру әдісін қолданылады. Бромидтерді тотықтырады, яғни теңіз суында кездеседі олармен. Яғни оларға хром қосу арқылы тотықтыру әдісін қолданылады. Галогендердің химиялық қасиетіне келетін болсақ, ең басты олардың тотықтырғыш қасиеті, яғни химиялық қасиеті ең күшті тотықтырғыш, тіпті олар инерттік газдармен реакцияға түсе алады. Екіншісі олар сутекпен әрекеттесу, яғни сутекпен әрекеттесу арқылы ұшқыш сутекті қышқылдар түзіледі. Мына жерде қарасаңыздар, фтордың, хлордың, бромның, йодтың сутекпен түсу арқылы әрекеттесу арқылы фтор сутек қышқылын, хлор сутек, бром сутек және йод сутек. Белсенділігі топ бойынша олар төмендейді. Енді металдармен әрекеттесуі, олар металдармен әрекеттесу арқылы тұз түзеді. Натриймен әрекеттесу арқылы натрий хлоридін түзеді. Олар сонымен қатар өзара орынбасу реакциясына түседі, яғни күшті галогендер әлсіздігінің қосылыстан ығыстырады. Жерде хлор күшті болғандықтан ол йодты ығыстырып шығады. Хлор мен калий йод әрекеттескен кезде калий хлориді және йод түзіледі. Сонымен қатар галогендер сумен әрекеттеседі. Яғни біріншісі хлор суда диспропорцияланып екі
+1 және -1-ге дейін өзгереді. Мына жерде көрсеңіздер, H хлор және H хлорға түзіледі. Хлор судағы диспропорциясы, яғни ыстық суда ол H хлор және H хлор O3. Бұл жерде -1 және +1 тотығу дәрежесіне дейін өзгереді. Фтордың судағы реакциясы. Фтор сумен әрекеттескенде H фтор және оттек түзіледі. Енді жалпы олардың табиғаттағы шикі затын қарайтын болсақ, фтордың табиғаттағы минералы криолит алюминий өндірісінде негізгі шикі зат ретінде қолданылады. Енді жалпы галогендердің қолданысы туралы айтатын болсақ, фтор қосылыстар осылар көбінесе тіс пастасының құрамында кіреді. Тіс кіреукесін нығайту және кариес ауруларының алдын алу үшін осы фтор элементі қолданылады. Хлор ол тұз қышқылын өндіруде, органикалық синтез үрдістерінде әртүрлі полимерлер мен синтетикалық талшықтар, мысалы резеңке, пластмасс, бояғыштар, еріткіштер алуда маңызы өте зор. Сонымен қатар хлорды қосылыстар осы ауыл шаруашылығында зиянкестерге қарсы пестицидтер құралы ретінде қолданылады. Хлор және оның қосылыстары тоқыма өнімдерін ағартуда, қағаз өндірісінде, ауыз суын залалсыздандыруда қолданылады. Сонымен қатар мына жерде йод медицинада, яғни спирттегі ерітіндісіне біз жарақатқа жағамыз, фармацевтикада және аналитикалық химияда кеңінен қолданылады. Жалпы бром сонымен қатар органикалық туындылары осы дәрі-дәрмек жасауда да қолданылады. Бүгінгі сабақта сіздермен галогендердің физикалық, химиялық